Ертеде бір ирек ия салып, жұмыртқаларын басып отырған екен. Күндердің бір күнінде жұмыртқалар жарыла бастапты. Бірінен соң бірі әдемі сары ирек балапандары шығады. Бірақ ең үлкен жұмыртқа әлі де жарылмай жатады. Ақыры ол да жарылады. Ішінен бір ерекше балапан шығады. Тісі сұрғылт, өзі үлкендеу, түрі өзгеше. Ана ирек таң қалып, бұл қандай балапан өзі? Басқаларға мүлде ұқсамайды, дейді. Бірақ бәрібір, оны өз баласындай қабылдап, суға ертіп барады. Суға түскенде, әлгі балапан өте жақсы жүзе бастайды. Анасы: демек, бұл да менің балам, деп тынышталады. Алайда, ауладағы басқа құстар оны мазақтай бастайды. Қараңдаршы, қандай ұсқынсыз, дейді олар. Балапандар да оны шеттетеді. Тіпті бауырлары да: сен бізге ұқсамайсың, деп жақтырмайды. Сұр балапан қатты қиналады. Бір күні шыдамай, қашып кетеді. Ол батпақты жерлерде, ормандарда жалғыз өмір сүре бастайды. Жолында түрлі қиындықтарға тап болады. Суықтан тоңады, аш қалады, адамдардан қорқады. Күз келіп, аспаннан әдемі ақ құстарды көреді. Олар аққулар еді. Сұр балапан олардың сұлулығына таң қалып: қандай керемет құстар, мен де сондай болсам ғой, деп армандайды. Қыс түседі. Су қатып, жерді қар басады. Сұр балапан қатты тоңып, әлсірейді. Ақыры көктем келеді. Күн жылынып, табиғат оянады. Сұр балапан бір көлге келеді. Сол жерде баяғыдай әдемі аққуларды көреді. Ол: енді олардан қорықпаймын. Мейлі, мені қуып жіберсе де, деп суға түседі. Суға еңкейіп қараса, өз бейнесін көреді. Бірақ бұл жолы ол сұр емес, аппақ, әдемі аққу болып кеткен еді. Сол кезде басқа аққулар оны қошошап алып: қош келдің, сен де біздің бірімізсің, дейді. Айналадағы адамдар: қараңдаршы, қандай әдемі жас аққу, деп таңдай қағады. Сол кезде ол өзінің бұрынғы қиын күндерін есіне алып: мен осындай бақытты боламын деп ешқашан ойламаппын, дейді. Тағы да әндер мен ертегілерді қалайсың ба? Біздің тегін Лолла қолданбасын жүктеп ал.